сегодня в гостях врач-педиатр Жумадилла Сымбат Байдаллақызы. Мен сізге сұрақ сұрайын деп едім. Жедел вирустық инфекцияның профилактикасын айта аласыз? Жедел вирустық инфекциялар әртүрлі вирустармен шақырылатын маусымдық аурулар түріне жатқызылады. Вирустық инфекциялар қоздырғыштарына байланысты түрлі клиникалық көрініспен және де түрлі қоздырғыштармен шақырылуы мүмкін. Негізгі қоздырғыштарына аденовирустарды, грипп типінің А, Б тип тұқымдастары, риносинцитиалды вирустар, аденовирус, коронавирустық инфекциялар сияқты түрлерінен шақырылуы мүмкін. Негізгі клиникаларында біз интоксикациялық синдромдарды жатқызуымызға болады. Оған дене қызуының көтерілуі, жалпы әлсіздік, бұлшық еттегі әлсіздіктер, дене температурасының көтерілуі, субфибрильді немесе фибрильді көрсеткіштерге дейін жоғарылауы мүмкін, және де мұрынның бітелуі, тамақтан қышу сезімі, тұшыну кезіндегі ауру сезімдері сияқты клиникалық көріністермен шақырылады. Бастапқы кезеңде, инкубациялық кезеңі қоздырғыштың түріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Ол 1-2 күннен бастап 4-5 күнге дейін аралықта пайда болуы мүмкін алғашқы клиникалық көріністері. Эпидемиологиялық анамнезде біз науқастың шағымдарын сұрау кезінде біз ауру адаммен қатынаста болғандығын білуімізге болады, немесе жаңағыдай қызба фонында жүрген науқастармен контакт болған жағдайларда біз жаңағыдай осы вирустық ауруларға күмәндануымыз мүмкін. Біздер жаңағы науқастың алғашқы қарау кезінде бірінші шағымдармен танысамыз. Шағымдары науқаста дене температурасының жоғарғы цифрларға дейін көтерілуі, әлсіздік, аппетиттің төмендеуі, тамақтағы ауру сезімі, жұтынудың бұзылуы, мұрын бітелуі немесе мұрнынан су ағу сияқты шағымдармен өтуі мүмкін. Физикалық қарап тексеру кезінде біз науқастың дене қызуын өлшейміз, тамағын қарап тексереміз, және де аускультация, өкпе аускультациясын жасауымыз мүмкін. Өкпе аускультациясы кезінде бізде бастапқы кезеңдерінде өкпеде ешқандай өзгерістер анықталмауы мүмкін, немесе жаңағыдай жөтелдің түріне байланысты қатаң, яғни өкпе дыбысының қатаң дыбысқа өзгеруін байқауымызға болады. Науқастың осылай шағымдарын физикалық қарап тексеру түрлеріне байланысты біз клиникалық жоспарлы алдыңғы диагноз қоямыз. Егер қажет болған жағдайларда зерттеуге жібереміз. Зерттеу жоспары бойынша жалпы қан анализі ең бірінші алынады. Қажет болған жағдайларда жалпы зәр анализіне және биохимиялық қан анализдерінде бізде қабыну маркерін көрсететін сероактивті белок деп аталатын маркер бар. Соны егер керек болған кезде жібереміз. Егер жаңағыдай аурудың ұзақтығына байланысты немесе жөтел қосылған жағдайда жөтелдің ұзақтығына байланысты кеуде қуысының рентгенографиясы инструменталды зерттеу ретінде біз жіберуімізге болады. Емінде біз симптоматикалық және де медикаментозды емес ем қолданамыз. Медикаментозды емес ем кезінде біздер алғашқы температура кезеңінде науқасқа төсек режимін немесе жартылай төсек режимін ұсынамыз. Көп жағдайда жедел вирустық инфекциялар амбулаторлық жағдайда емделеді, яғни үй жағдайында науқастар температура болған жағдайда төсек режимінде болады, қалған уақыттарда бөлме режимін ұсынамыз. Және де сол үй жағдайында бөлмені жиі желдету, үйде басқа адамдар, немесе кішкентай балалар, үлкен балалар, үлкен кісілер болған жағдайда науқасты оқшаулау алғашқы кезеңінде, көп мөлшерде су ішу, ол бізде дене салмағына байланысты тәуліктік судың мөлшері есептелініп беріледі. Одан бөлек медикаментозды емінде дене температурасы көтерілген жағдайда қызу түсіретін препараттар тағайындалады. Олар бізде егер балалар болған жағдайда баланың салмағына байланысты есептелініп тағайындалады. Олар сұйық түрде, суспензия түрінде ішуге берілуі мүмкін, болмаса таблетка түрінде берілуі мүмкін. Біздер науқасқа
қызу түсіретін препараттарды тағайындаған кезде аралығын, яғни интервал қанша уақыт аралығында ішу керектігін барлығын науқасқа түсіндіреміз. Одан бөлек тамағын шаю жүргізіледі. Ол кезде біз тұзды ерітінділермен немесе фурацилин ерітіндісімен шаю жүргізіледі. Егер тамақта жаңағыдай фарингит, тонзиллит түрінде кездесетін болса, ошақтары, ол кезде тамаққа жеткілікті ауырсынуды басатын спрейлер әртүрлі және соруға арналған ауырсынуды басатын әртүрлі таблеткалар берілуі мүмкін. Солар тағайындалады. Одан бөлек мұрында бітелу немесе су ағу симптомдарына байланысты мұрынды шаю бізде қазір аптекада әртүрлі тұзды ерітінділер сатылымда бар. Соларды 3-4 рет күніне қолдануға береміз. Мұрынға тамызатын, мұрын бітелген тамызатын тамшыларды біз балаларға көрсеткіштер болмаса мейлінше тағайындамауға тырысамыз. Өйткені ол препараттар науқасқа тәуелділік тудыруы мүмкін, және де орталық жүйке жүйесіне әсері болғандықтан көрсеткіштер бойынша 5 күн, ең үлкен дегенде 7 күнге дейін ғана тағайындалуы мүмкін. Диета бойынша режимінде науқас қандай тағамдарды жегісі келеді, соған байланысты біз жалпы столды ұсынамыз. Тамақтар кез келген түрде қайнатылған, бұқтырылған түрде берілуі мүмкін. Бізде жедел вирустық инфекциялардың алдын алу кезінде егер бір үй жағдайында болатын болса, науқас адамды оқшаулау, бөлмені жиі желдету және де мұрын мен тамақты профилактикалық түрде 2-3 мезгіл шайын жүргіземіз. Және де қазір бізде күз мезгіліне байланысты прививка екпенің кезеңі маусымы басталады. Соған байланысты қауіпті індет жататын адамдарға және де 6 айдан бастап жоғары балаларға біз екпе егуді ұсынамыз. Екпе егу қашан басталады? Екпе бізде осы күздің алғашқы айы қыркүйектің 15-нен, яғни айдың ортасынан кейін негізі барлық емханаларда тегін түрде жүргізіледі. Екпеде бізде көрсеткіштер 6 айдан балалар жасы жоғары болу керек, және барлық жастағы жасөспірімдер мен үлкен ересек адамдарға жүргізіледі екпе егу. Одан бөлек бізде кәсіби жұмыс істейтін қызметкерлер, олар медицина қызметкерлері, полиция қызметкерлері, әскери қызметкерлер және жол көлік және сауда саласында істейтін барлық қауіп тобына жататын, яғни контакт болуы мүмкін адамдардың барлығына біз екпе егуді, яғни ұсынылады екпе жүргізілу. Екпе бізде өндірісіне байланысты грипп-бол прививкасы бізде қазір жасалынатын өндіріс, яғни Ресейдікі. Тек қана бізде қарсы көрсеткіштеріне 6 айға дейінгі балалар болады, және де бұған дейін осы грипп-бол екпесін алған кезінде жедел температура болған жағдайда немесе анафилактикалық шок түрінде немесе ауыр аллергиялық реакциялар түрінде реакция болған жағдайда ғана екпе салынуға жіберілмейді. Одан бөлек тауық биологы, яғни құрамында бізде тауық биологы болғандықтан оған да аллергиясы бар балалар болуы мүмкін, немесе үлкен ересектер арасында ондай көрсеткіштер болса, ол да екпеге бізде қарсы көрсеткіштердің бірі болып табылады. Екпе салудың алдында міндетті түрде дәрігердің қабылдауына келеді. Дәрігер қабылдауында науқасты толық қарап тексереді. Бізде жаңағыдай жедел вирустық жағдайлардың ешқандай температура, жөтелік сияқты белгілердің болмауы қажет. Егер жаңағыдай осындай вирустық аурулар болған жағдайда жазылғаннан кейін, 2 аптадан кейінгі мерзімде екпе алуға рұқсат етіледі. Келгеннен кейін барлық екпенің түсіндіріледі, бізде салыну керек, арнайы келісім толтырылады, сол келісімді алып, арнайы екпе кабинетінде екпе егу жүргізіледі. Екпені бізде арнайы оқытылған медбикелер жүргізіледі. Ол әр бізде емханаларда егу кабинеті болады. Сол жерде қауіпсіздік шараларын сақтай отырып егу жүргізіледі. Екпе егілгеннен кейін жарты сағат бізде пациент бақылауда болады. Егер барлығы жақсы болса, ешқандай реакциялар болмаған жағдайда үйге жіберіледі. Жақсы, рахмет. До свидания, спасибо. Сегодня с нами была педиатр Жұмадилла Сымбат Байдаллақызы. Бәріңізге рахмет. Можете, типа, к зрителям обращения қазақша тоже написать?
қош болыңыздар. Сіздермен бірге болды бізбен педиатр Жұмадила Сымбат Байдаллақызы. Бәріңізге рахмет. Сау болыңыз.